басып жүрген сезімден асқан бақыт бар ма? Күн нұры, таң самалы, гүл иісі, осының бәрі сені тапқан ананың құдіретінен жаралған рахат екен. Тіршіліктің бар қызығы, ананың саған дымы қалмай, діңкесі құрып, көз шарасына сыйып, көз шарасында ғана тұрады екен ау. Жер үстінен анаң кетті дегенше, осынау жарық дүниеге деген жан жылылығының жарымы қарам қалды десейші. Ана, сені қолымен жасап, саған жарық көрсетіп, бір рет кешер ғұмыр берген, құдіреті күшті Құдай ғой ана. 9 ай құрсақта көтерді. Сен анаңның мүсінін, нұрын алдың ба? Қайттың? Жоқ. Анаңның ең сұлу шағы, сол, сені көтеріп жүрген кезі. Солай емес пе? Жер үстінде аяғы ауыр әйелдің дене бітімінен артық қандай сұлулық бар? Анадан туған адам, ананың бұл сұлулығын тебіреніп білмес пе? 9 күн толғатып жүрді. Сен ананды азапқа салдың ба? Қайттың? Әрине, сен ананды өлімнің шегіне апарып қойдың. Сен анаға жасар ғұмыр бойы рахымын, оның осы тұсына тартқан азабының 1 минутына тұрар ма? Жоқ, олай болса, сен анана мәңгі бақи қарыздарсың. Ана сені жылдар бойы түн ұйқысын 4 бөліп бесікте тербетті. Қас тұрғызып, қасына ертті. Сен өзіне өзің күл, өз қолың өз аузына жетсін. Адам бол, ұядан ұш, жөнінде жүр. Бәрібір ана көзі сенде. Ана тілегі сенің үстінде, сенің құрбаның болуға әрқашан даяр. Сөйткен анаға сен не көрсеттің? Көп ренжіткен жоқпысың? Әй, айналайын, ана жанай, бәрін кешіреді. Және сен қандай тентектік жасасан да, бір жола ұмыта кешіреді ау. Саған қараған көзінде әрқашан күдік емес, тап-таза үміт тұрады. Сол